Ассаламу алейкум. Мен бұл сөзімді өзін сайлаппын деп жүрген қыз-келіншектер менен Ділмұрат ағайға арнаймын. Мен өзімнің және бала-шағамның қауіпсіздігі ретінде аты-жөнімді айта алмаймын. Ділмұрат ағай, мен Шымкент қаласының тұрғынымын. Өзім намазға келгеннен бері, Сәлап бауырға тұрмысқа шыққаннан бері, оның айтуы бойынша, оның мақтауы бойынша сіздің әрбір айтқан сөзіңіз, лекцияларыңыз, уағыздарыңызды тыңдап келдім. Сіздің шәкіртімін деп жүрген Сәлап бауырға тұрмысқа шықтым және көпке ұзамай өзімнің бауырым деген екінші Сәлап бауырға мені сый ретінде, зат ретінде сыйлады. Осылай екіншісі, үшіншісі, төртіншісіне сыйлап кете берді. Сол арада әр тұрмыста балалы болып отырдым. Бір Сәлапқа барасың, бұған кім кінәлі деп сұрақ қойсам, тағдыр ғой, қарындасым, сабыр сақта дейсіздер. Қайдағы тағдыр? Керісінше тағдыр емес, бұған сіздердің істеп жатқан қателіктеріңіз, сіздердің надан тірліктеріңіз бұған кінәлі. Қаншама қыз-келіншектер сіздің уағыздарыңызды, сіздің айтқан лекцияларыңызды тыңдаймын деп, сіздердің тыңдап жатқан шәкірттеріңіз Сәлаппын деп жүрген бауырларға тұрмысқа шығып, қанша бама балдар жетім қалып, қаншама әйелдер жесір қалып көшеде жүруде. Бірдеңе десең, имамға барып жүгінейін десең, жоқ, имамдар тыңдама дейсіздер. Неге десең, имам олар бидғатшылар дейсіздер. Тыңдама, ол жүрген адасушы дейсіздер. Керісінше олар емес, сіздер адасушыларсыздар. Сіздер бидғатшыларсыздар. Шетелге қашып, елімізге ірткі салып, қазақ келіншектерін жақсы жолдан тайдырып, шүбірекке пайдалануға насихаттап отырған сіздер. Керісінше қыздар, қыз-келіншектер, мен сендерге айтарым, әлі де ойланыңдар, әлі де еш жиылыңарға уақыттарың бар. Мен Сәлаппын деп жүрген ешек бауырларға тұрмысқа шықпаңдар. Олардың алдаған арбауына түсіп қалмаңдар. Бастақ уақытта олар сіздерге бір жәннатты өмір сыйлайтындай болады. Сосын өзің арбауына түсіп болғаннан өздіктерін істейді. Жәннаттың кілті ананың табанының астында. Менің әрбір көз жасымның, балдарымның көз жасына, қаншама қыз-келіншектердің көз жасына қалған Ділмұрат, ертең ақыретте әрбір көз жасымның ақысын сізден алам. Әрбір қыз-келіншектердің қиналған қиыншылықтарына, көз жастарына кірген хақысына сен жауаптысың. Бала-шағамның көрген қиыншылығының, зардабының көз ақысын сенен алам. Ілімді, шынайы ілімді адам өзі қазақ халқына, Қазақстан еліне қызмет етіп, шынайы жан ашиды. Ділмұрат басқа да ақилар сияқты, басқа да ілім иелер сияқты қашып өз елінен, өзінің елін ірткі салмайды. Осы жағын терең ойлансаңыздар деймін. Айтарым осы сіздерге.